Радикалды деструктивті діни ұйымдарда жалпы исламдық терминдерді, исламдық қалыптасқан сөздерді қатаң қағида қылып қалыптастырады. Исламдағы терминологиялық сөздерге конспирация жасау арқылы өздеріне соны пайдалану деп қарау керек. Яғни қалайша пайдалану? Таухид деген дінде бар нәрсе. Бүкіл жаратқанды, әлемді, ислам жаңағы көзқарасы өлшемі бойынша әлемді жаратушы бір Алла Құдай деп біледі. Бұл таухидтің негізгі бастауы. Бірақ жаңағыдай осы негізгі калиманы, негізгі сөздерді алдыға шығарып, сол сөзді бүркемелеп конспирация, яғни жасыру арқылы, алдыға соны тек қана ұстап қорған қылу арқылы өздерінің астыртын идеологиясын жүргізуге негізгі мақсатта. Конспирация деген ұғым деструктивті діни идеологияларда көп байқалатын жағдай. Конспирация дегеніміз не? Ғылымда оны атау берген, яғни жасыр бүркемелеу. Әлемде де және біздің қазақ қоғамындағы діни радикализм проблемасында осы конспирация әдістерін көп қолданады олар. Бейне бір исламды насихаттаған болып көрінеді, бейне бір исламның құндылықтарын ұстанушы адам ретінде көрінеді, бірақ саяси қолдан жасалған бір сенімнің, саяси қолдан жасалған бір жүйенің құрбаны болып кетіп жатқанын байқамайды. Негізгі өрескел қателік сол. Біз үнемі мынау теологиялық түсіндірме жұмыстарын түзету мекемелерінде әсіресе осы терроризм баптары бойынша, экстремизм баптары бойынша сотталушылармен жұмыс жасаған кезде осы ара-жігін ашып беруге біз ғылыми және практикалық негіздерді дәлелдеп көрсетеміз. Адамдардың өзінің адасқанын білмеу және өзінің адасқан жолын тура жол деп түсініп және соған амал ету бұл өте қауіпті құбылыс.